сіздермен мен мына өмірде бір керемет жанмен жолықтым, Алланың қалауымен. Мен ойымша Алла мен ойлағаннан да жақсы етсін. Ол кісі үлкен апа болатын, Әли Мұхаммед деген мешітте жұмыс жасайтын, бірақ қазір жасамайды екен. Сол мешітте жұмыс жасайтын апамен бір күні жолықтым. Яғни мен Әли Мұхаммед мешітіне бардым. Негізі мешітке барған бойдан таң қалдым, өйткені ауласының бәрі жеміс-жидекке толы болатын, жүзімдер өскен, айналасы гүлге толы. Бір күтім жасалынғаны көрініп тұр. Сосын бақтарында алма болды. Енді бір керемет болды. Сонда таң қалдым. Сөйтсем, соның бәріне күтім жасайтын сол апа екен. Сонда сол апамен сөйлесіп отырып, сол апам былай айтатын: мен мешітке қызмет еткен кезде мынау жан тәнімен жұмыс істеп кетемін, тіптен өзімді тоқтата алмаймын дейді. Тіптен мешіттің жұмыстарын жасайды ғой. Енді бұл жақта мешіттің бүкіл тазалығын атқарады, дәретханасын жуады. Сонымен қоса сыртындағы жүзімге күтім жасайды, гүлдердің жапырағы түседі, олардың бәрін жинау, тырмалау. Тіптен соның бәрін бітіреді. Бұл кісі мешіттің көшесі бар ғой, сырттағы көшенің бәрін жинауға кірісіп кетеді екен. Сонда апа айтады: мен жұмыс істеген кезде мына жан тәнімді басқара алмай қаламын, денемді басқара алмай қаламын дейді. Яғни тұла бойымен кіріп кетемін дейді. Сосын мен туысқандарым айтады дейді, қолдар ойла дейді. Сол ойлаған кезде туысқандар айтады екен: неменеге тосып кеттің деп айтады маған дейді да. Сонда мен оларға айтамын дейді: менің дейді мынау тұла бойым тосса да, бірақ ақыретте мынау менің денем тозып, ақыретте Алланың алдына барған кезде мен өзім тозбасам болдым дейді. Ақыретте Алланың алдында есеп берген күні тозбасам болды, маған сол жеткілікті дейді. Яғни сіздер мен біздер де шынында да шынайы ықыласпен Алла үшін бір амал жасайтын болсақ, біздер де онда мына тұла бойымызды Аллаға берілгеннен басқара алмай қалады екенбіз да. Сол себептен әрбір біздің жасап жатқан нәрсеміз Алла үшін деп жасап жатқан кезде, ол шынайы Алла үшін жасалынып жатыр ма? Жоқ, әлде біздің жасап жатқан құлшылықтарымыз ол тек мына зарядка секілді жасалынып жатыр ма? Тек денен қимылдап жатыр, бірақ жүрегіміз бізден одан әсер алып жатпаған болуы мүмкін да. Сол себептен Алла тағала біздің дене бітімімізге емес, жүрегімізге қарайды. Сол себептен менің амалдарым қаншалықты дәрежеде жүрекпен жасалынып жатыр деп әрқайсымыз ойлануымыз керек. Мейлі сіз күніне 10 рет субханалла деп айтыңызшы, санаққа салып 1000-ға, 2000-ға, 5000-ға қосқаннан гөрі сіз 10 рет, 20 рет, 50 рет айтыңыз, бірақ соны жүрекпен айтсаңыз, сіздің 1000 рет әшейін тілден айтқаннан гөрі мына жүрекпен айтқанның сауабы көбірек болып кетуі мүмкін да. Сол себептен әрдайым біз жүрегімізді кез келген құлшылықта Аллаға қарай байлап отыруымыз керек екен. Міне осы апаның өмірінен өзіме қатты сол кезде өзіме үлкен бір сабақ алдым. Да біз кейде адамдардың өміріне қарап өзімізге сабақ ала аламыз. Сол себептен айналамыздағы адамдардың жақсылығын көріп, өзімізге сабақ алып, өзімізді де жақсы тұстарға өзгертуіміз керек екен. Алла тағала сіздердің біздердің ақыретте шынында да апамыз айтқандай, мына тұла бойымыз мына дүниеде тозса да, бірақ ақыретте Алланың алдында тозбауын нәсіп етсін иншалла. Пайдалы болса өте қуаныштымын. Алла тағала сіздер мен біздерге пайдалы етсін.